Ардақ Назаров жаңа мәжілістің халық қалаулысы депутат жігіттің басын шамал тексеру керек. Соқ қалғанға мен күмәнім бар, ана кісінің басын жұмыс жасайтын. 40-50 мың теңгеге адам тамақты қалай алады? Сонда өзіңіз енді есептеп шығарыңызшы. Көп балалы үйінде адам көп. Қалай алады ол? Өзі 40-50 мыңға тамақ ішемін деп қарап тұр. Өтірікке де шамал алдар көсе ғой, алдар көсе. Бұндай тамақ жегесін сенің басың істемеу мүмкін. Жұмысыңызды босатыңыз құрсын. Мына кісіні қуып жіберетін уақыттар бар. Білмеймін. Сондай дәрежеде үкіметіміз соған күні қарап қалған сияқты. Халық айтқанда неге тыңдамайсыздар? Сіздерге халық ескертіп тұрған, мына кісіні надо убрать. Орысша айтқанда сендер орысша сөйлейсің. Қазақша айтқанда орын босатсын бұл. Бұл деген тек тренер болатын адам ғой, қой депутат бола алмайды. Сол тамақты дұрыс жемегеннен анаңды мінбеде құттықтап жүрсің. Онда миыңа осым ештеңе бармайды. Аш миың. Айтып тұрған сөзің қаш бір кәдім. Ардақ мырза, отбасыңызбен айына азық-түлікке қанша ақша жұмсайсыздар? Ешқандай есептеп көрдіңіздер ме? Ауылдан ет келеді. Құдайға шүкір, әке-шешем ауылда. Қойдың еті де, жылқының еті де, сиыр да ауылдан келіп отырады. Ал енді продуктіге көп ақша жұмсамаймыз, өйткені біз көп тамақ жейміз деп айта алмаймын. Қарапайым дастархан үйімізде. Нанымыз бар, шайымыз бар, майы бар, ауылдан келетін. Аста төк дастархан жоқ. Шамамен сонда. Енді бір жақсылап алатын болса, бір 30-40 мың, 50 мың теңген айналасында шығар. 30-40 мың сіздерге азық-түлікке жетеді, иә? Жетеді, иә. Егер жаңағында экономдасаңыз, көп нәрсе керек емес қой бізге. Ет ауылдан келгендіктен біз ана нан да көп алмаймыз біз. Көп алатанамыз. Ал қарапайым отбасы өмір сүру үшін айлық табыс қанша болу керек деп ойлайсыз? Бүгінгі таңда 300 мыңнан кем болмау керек. Бүгінгі таңда, өйткені балаларыңыздың киімі бар, оқуы болады, курстарға бересіз, жаттығуға бересіз, ішіп жемің бар деген сияқты. Енді отағасының үйі өзінікі болса, машинасы өзінікі болса, 300 мыңнан кем болмау керек деп ойлаймын. Енді бүгінгі таңда табыс өте аз ғой, кейбір бұны таба алмауы мүмкін, бірақ 300 мың теңгеге бір дұрыс андай уайым-қайғысыз өмір сүре алады, тойына бара алады, сыйлығын бере алады деген сияқты. Қазақстанда мал мен бензинді қымбаттатқан өтеміз ба? Өзімізден шықпай ма солардың бәрі? Егейік онда бидайды егейік, бензин неғылған бітпейді, қымбатшылық мынау. Отырған мен құрдасым жекке бір қымбатшылық тоқтата алмайсың. Сол орныңызды босатың, шеш қайтесің. Халық деген жыларман болып жіберіп жатыр бізге. Ханым айтасыздар ма, не болып кетті деп. Өзімізден шығатын өнімдерге кішкене жеңілдік болу. Халық ең болмаса игіліктеріне пайдалансын да. Қылдай бөліп аласыздар айтады. Ертті ғымда масқара екенбіз айтырға сөз. Қай-қайсыз да оңып тұрған жоқ қой қазір. Қымбатшылықтан. Шығар үкімет. Сіздерді айтам да, сіздердің заңдарыңыз неге дұрыс емес? Мына кеше ғой, ана бала қайтыс болды, соның ата-аналары шулап жатыр. Қазір моргтың өзі бәленбай ақша сұрайды. Масқара ғой, 150 мыңдап ақша сұрау. Не ол біздің қазақ өзіміздің елімізде өзіміз адам сияқты өмір сүре алмаймыз ба сонда? Мына қарапайым халыққа обал ғой, неге тексермейсіз? Министрство денсаулықтың әйелі ғой, күнде бір туфлиін неше түрлі сумканы тағып алып жүрсін. Сол ақшаның бәрі саған кетіп жатқан не қылған бітпейтін ақша оның бәрі. Масқара ғой, халыққа 5 түйір ақша беріп, мынандай қылып халықты жұлып аласың. Сонда ол халық қаяқтан алады деп ойлайсыз ақшаны енді? Мынау деген вообще дұрыс емес, сосын вообще қабылдамайды дейді. Мына үкіметке қарайтын больницалар деп атағы өліп баратыр, шалмауыз дейді, ақша кесілдеттер. Ақшадан өлдіңіздер ме? Соншама халықты тонап, 150-80 өлген адамда олғандай ақша? Қасиетсіздер. Ең болмаса тірі адам тонаған ғой, өлгенді шыққан ғой мыналар. Бессовестный біздің. Мына жемтағы бір бала қайтыс болыпты. Соны ақша сұраған дейді, мысалы, ұят емес па, мына көргенсіз. Ана военнослужащий кеше бір-бірін боқтап жатқан қара беттер, олар ешкімді аямайды ғой. Қайғыда ана қатындар зарлап отыр дейді ақша сұрап Тоқаевтан. Ақшамыз жоқ, алтынымыз сатып жатыр, салып жатыр ломбардқа деп. Аналар сосын ақша жинап солдаттарды ұрғызады ғой, әкесін танытып миы шайқалғанша қасқаларды. Ана Ақтаудың баласының жазған хатына дейін салып қойдық бүгін қызына. Ішінде даже ішетін су тұр, жуынатын су тұр, ішетін су жоқ деп. Не масқара мына армияны мұндай жағдайға жеткізіп отырсыздар ма? Тоқаев бастаған үкімет, сендер не халыққа ғана жүре ма заңдарыңыз? Хватит мына халық издевать еткен доғалыңыздар.
не сіздер біздің қазақтың әрбір баласын барып сол жаққа мал қылу үшін алынды ма? Ана военнослужащий хватит сіздер ана не алған званиялардың бәрін сатып алған бессовестный жетер мына Қазақстанға салған біліктерің мен ұландарың істемей жатқандарың жоқ қой. Бүкіл заңдар тек ұры қарақшылар тайлаңдап мүлдем өмір сүруге. Ақтауда тағы бір бала қайтыс болыпты, соны ақша сұраған дейді. Мысалы ұят емес пе мына көргенсіз ана военнослужащий кеше бір-бірін боқтап жатқан қара беттер, олар ешкімді аямайды ғой. Қай күні ана қатындар зарлап отыр еді ақша сұрап Тоқаевтан. Ақшамыз жоқ, алтынымыз сатып салып жатыр ломбардқа деп. Аналар сосын ақша жинап солдаттарды ұрғызады ғой, әкесін танытып миы шайқалғанша қасқаларды. Ана Ақтаудың баласының жазған хатына дейін салып қойдық бүгін қызына. Ішінде даже ішетін су, жуынатын су, ішетін су жоқ деп. Не масқара мына армияны бұндай жағдайға жеткізіп отырсыздар ма? Тоқаев бастаған үкімет, сендер не халыққа ғана жүре ма заңдарыңыз? Хватит мына халық издевать еткен доғалыңыздар. Не сіздер біздің қазақтың әрбір баласын барып сол жаққа мал қылу үшін алынды ма? Ана военнослужащий хватит сіздер ана не алған званиялардың бәрін сатып алған бессовестный жетер мына Қазақстанға салған біліктерің мен ұландарың істемей жатқандарың жоқ қой. Бүкіл заңдар тек ұры қарақшылар тайлаңдап мүлдем өмір сүруге. Баршаңызға мен айтамын да, ана біздің Димаш баламыздың еңбегі зор ғой қазақ үшін. Мәдениет саласын басқарту керек та. Министрство, мәдениет министрі қылып сайлау керек біздің Димашты. Өте білімді жігіт, ақылына көркі сай. Мүмкін содан кейін білім жастан дейді, болашағы жарқын, өте мықты, тәрбиесі, көріктілігі бәріне қарасам келіп тұр. Сонда министр өнер саласын, мәдениет саласын, туризм саласында үлкен сондай должность қызмет беру керек бұл балаға. Жасы ортасына келіп қалды, орта қыздар жасқа келген бала ғой. Сол бүкіл халықтың атынан сұраймыз, біздің Димаш Құдайберген ұлымызды осылай халық бүкіл қазақ халқы көтереді дейміз, сенеміз Димашқа. Мынау енді Қарағандының әуежайын қараңыздар, жағдай. Мына Қарағандының көмірін жегенмен қоймай, халықты да бірге жеп қоймадыңдар ма? Жемқорлар. Халықты да бірге жеп қою керек сендерге. Мынау не деген масқара? Қаншама байлық істеп отырып, әуежайлар түрін қараңдар. Халыққа неге жағдай жасамайсыздар? Енді жесең де жайлап жеңді. Қарағандының көмірін асағансыңдар ғой деп әкесіңдер. Мынандай ұят қой, халық не аямайды. Мынандай әуежай дей ма, асфальттарды көрсін. Соғыс болған сияқты. Мынандай үлкен облыс қой, Қазақстандағы үлкен облыс Қарағанды. Әкімдерде вообще ешқандай не жоқ, совесть жоқ. Қарағандының әуежайын қараңдар, масқара ғой мынандай әуежай. Халықты неге сыйламайсыздар сіздер? Әкімдер Қарағандының. Осыншама байлықты опырып өздерің жақ қойдыңдар ма? Халыққа жағдай жасамайсыңдар. Қаншама халық. Осында Қазақстанның болашағын сұрайсыңдар ғой? Болашағы жоқ. Мына үкіметтің қай-қайсында олып тұрған жоқсыңдар. Басым ғой что осы баласы. Мына қарап отырсаңыз, әлі жалмауыз байлар тоймай жатыр. Жемқор мафия. Мынаның қасында да құзғындар толып жүр ғой мынау. Назарбаевтың құзғынынан тартып алып, енді мына құзғындарға жем болу керек ме не халық? Не қылған бітпейтін мафияда біздің Қазақстанда? Қазақстанның байлығы қай кезде халыққа бұйырады? Қазына байлық әлі талан-таражға салбасында. Ешқандай мына үкіметте отырған адамдар халыққа жанашымайды. Біздің Қазақстанда енді ешқашан жақсы болмайды. Қарадан шығып қан болмай, кедейдің баласы хан болмай ештеңе болмайды. Солар ғана үкіметті дұрыстайды, аман алып қалса, мына халыққа бұйыратын мәдениет, ғылым, білім Қазақстан сол кезде ғана дамиды. Мына құзғын қарғалар бірінен бір өткен. Без комментария сендерге. Қазақстан